Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін өзімнің қазы айналдыру әдісімен бөлісемін. Қазыны ең бірінші жасамас бұрын қазы еті мен майын ұзыншалап турап, тұз бұрышын салып, сіңгенше жақсылап араластырып 5-10 минутқа қалдырдым. Дайын болған етті қазы ішегінің кең көз жағынан май мен етті біркелкі араластырып өткізіп, ауа қалдырмайтындай қылып соңына дейін ысырып, ет пен майды тағы салып ысырып отырдым. Одан кейін өзіме қажетті жерлерін бөліп ішектің екі шетін жіппен жақсылап қатты қылып байлап, қазыларды дайындап алдым. Дайын болған қазыны салқын жерге апарып қоямыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа божо жасау, яғни әсіп жасау видеосы да бар. Оны да қарап өтсеңіздер болады. Мені қолдау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Міне дайын болған қазыны керек кезде, қажет уақытыңызда, аяқ астынан қонақ келгенде немесе қажет уақытында асып, пісіріп, холодныйдың қасына қоюға немесе өзіңізге күнделікті жеуге дайын болған қазыны пайдалана беруге болады. Міне қазыларымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер.